Кіші һәм орта бизнес уәкілдерінің қатынасуында тараудың экономикадағы үлесін арттыру һәм рауажлануын жаңа басқышқа алып шығу мәселесі әрдайым мемлекетіміз басшысының итибарында. Сондықтан да бұл бағдардағы іс-бірлестік субъектілеріне жеңілдіктер жарату, оларды қолдап қуатлауға көңіл бөлінген. Кіші һәм орта бизнес уәкілдерінің салық тарауындағы машқала һәм ұсыныстарын үйрену арқылы оларды ұнамды шешуге қаратылған басламалардың бірі бұл іс-бірлестіктер менен ашық саубетлесулер өткеру һәм оларды қошаметлеу. Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасы тарапынан осы бағдардағы іләж Тақтакөпір районында өткерілді. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасында 34 кіші һәм орта бизнес уәкілдері іс-бірлестікпен шұғылданады. Сонан Тақтакөпір районында 1142 кіші һәм орта бизнес уәкілдері бар. Районда бюджет дараматларына 2024 жыл үшін белгіленген 6,1 миллиард сом прогноз көрсеткіші жыл жұмағыменен 6,7 миллиард сомға орланып, бюджетке қосымша 0,16 миллиард сом түсім тәмінленді. Районда кіші һәм орта бизнес уәкілдері тарапынан 2024 жылда 46 миллиард сом салықлар төленіп, бюджетке жәмі түсімдегі үлесі 44% құрайды. Өзбекстан Республикасы салық кодексі, Өзбекстан Республикасы президенті қарар һәм пармаларына декар районда 2024 жыл давамында 24 кіші һәм орта бизнес уәкілдері тарапынан 3,8 миллиард сом салық жеңілдіктері қолданылып, бұл көрсеткіш 14%-ке асқан. Бұл қаржылар іс-бірлестіктердің өз ықтиярында қалдырылуы нәтижесінде карханалар тарапынан іс-бірлестікті кеңейтуге, жұмысшылар санының артуына һәм сол арқылы бәнтлікке көмектесуіне тикар болмақта. Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасы тарапынан Тақтакөпір районында жұмсалып барып отырған кіші һәм орта бизнес уәкілдерімен өткерілген ұшырасуда мемлекетіміз басшысы тарапынан іс-бірлестіктерді, әсіресе Қарақалпақстан бизнес уәкілдерін қолдап қуатлауға қаратылған парман қарарлардың мазмұн ахметі және бір мәрте айтып өтілді. Районда кіші һәм орта бизнес іс-бірлестігін рауажландыру арқылы жаңа жұмыс орындарын жарату, аймақ инфраструктурасын жаңалауға қосып отырған үлесі хақында да мағлұматлар берілді. Біздің карханамыз тигарынан социалдық объектілерге азық-түлік өнімдерін жеткізумен шұғылданамыз. 2024 жылы 34 адамды жұмыспен тәмінледік. Бүгінгі күнде салықтан тұрақтылық рейтингінде жоғары категорияда тұрғанымыз үшін алғыснама алып жатырмыз міне бүгін. Бұл біздерге жүдайым бір мотивация болып жатырыпты. Енді алдымызда елде тарауымызды рауажландыруға бұл мотивация болды. Енді қалған жағында қазір мекемеміз экспорт импортпен шұғылдану мақсат етіп қойыппыз. Жұмыс көлеміміз көбейген сайын тағы жұмыссыз бұқарларды жұмыспен тәмінлеудің әрекетін істеп жатырмыз. 2024 жылы $65 мың товар сырт елден алдырып, базарларымызды өнімдермен тәмінледік. Ұшырасу ашықтан ашық пікірлесу тәрізінде давам етер екен, қатынасушылардан оннан астам мәселе бойынша мұражатлар һәм ұсыныстар келіп түсті. Осы күні мемлекетіміз экономикасы һәм жеке меншік сектордың рауажлануына мүнәсіп үлес қосып отырған бір топар үлгілі салық төлеушілерге миннетташылық білдіріліп, естелік сауаларды тапсырылды. Сүтті қайтау іслеу карханамыз бар. Әзір іслеп атырыпты, бақшаларға сүт өнімлерін жеткізіп атырмыз. Район магазинлерге, базар халыққа тарқатып атырмыз. Сүтлеріміз 5 өнім шығарып атырмыз. Қатық, сметана, йогурт, творог шығарып атырмыз. 15 ішші орынмен басыладық. Кейін техникалар алдық. Әзір техникаларымыздың бәрі жетерлі. Сол 25-те де әзір техникаларды алдық. Енді келешекте ішші орын көбейтеміз. Әзіргі дәуірде 50-де ішші орнымыз бар. Енді мына зауытларымызды іске түсірсек, құда қаласа 200-ден асыламырақ ішші орын жаратылады. Салықтан жеңілдіктерден пайдаланып жатырмыз. Және биылғы жылы көп шетелден техникалар соның қосымша салықтан артық сумаларымызды салып, өз уақытында салып беріп жатыр. Енді біздерді ітібарға алып, қолдап қуатлап, сондай қуандырып, алғыснамалар беріп жатырыпты, қолдап қуатлап жатыр. Бәріне алғысларымызды айтамыз, рахметлер айтамыз. Іс-бірлестіктерге берілген жеңілдіктер һәм имканиятлар бұл экономиканың тұрақтылығын тәмінлеуде оғада ахметлі. Аймақларда бизнес орталығын жарату арқылы жаңа жұмыс орындарын көбейту ең тикарғы мақсат. Бүгінгідей іләжлар болса, іс-бірлестіктерді қолдап қуатлаудың әмели һәм нәтижелі ұсылы.